Грузин елінің әйгілі тағамы хачапури жасаймыз. Алдымен ыдысымызға жылы су, дрож, қант және сұйық май қосып жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекке бөлек ыдысқа електен өткізілген ұн саламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз және де жаңағы ашытқымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетіне шамамен бір ас қасықтай сұйық май құйып, бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қалдырамыз. 30 минуттан соң қамырымызды теңдей екі бөлікке бөлеміз. Тағы да бетіне сұйық май жағып, бетін жауып 10-15 минутқа бетін жауып тағы да қалдырамыз. Келесі кезекте осы екі бөлік қамырымызды да ұзынша етіп жайып аламыз. Барынша видеодағыдай етіп жайып алыңыздар. Жандарын дәл осы видеодағыдай формаға келтіріп аламыз. Ортасына жақсы еритін сыр қосамыз. Менің қолданып жатқан сырым ол моцарелла деп аталатын сыр. Жақсы ериді және де созылмалы болып шығады қыздар. Міндетті түрде жандарына жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған печкеде 200-250 градуста шамамен 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Өте жұмсақ және де созылмалы болып шығады қыздар. Рецепт ұнаса сақтап алып жасап көріңіздер. Парақшам пайдалы болса дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Ас болсын.